Номер 148 есептік бірге қарастырайық. Бұл жерде бірінші күн, яғни есептің шарты бар, я. Бірінші күні ол 15-тен 2 тонна көкөніс. Екінші күні бірінші күнге қарағанда белгісіз, ол толық емес. 21-тен 1 тонна артық. Очеркке мән бермейміз. Үшінші күні бірінші және екінші күндері сатылған көкөністен 35-тен 4 тонна кем сатылған екен. Мұна екеуінен кем сатылған. Енді үшінші күні қанша тонна, яғни осын сұрап отыр. Ол үшін біз екінші күндікін анықтап алуымыз керек. Бірінші күні 15-тен 2 тонна сатылып, екінші күні артық болып тұр, яғни қосу арқылы білетін боламыз. Бұл жерде ортақ бөлім 210 болады. Мұнда 10-нан берем. Мұна 210, бұл 14-тен беріледі. Сонда 210, 28 қосылған 10 тең 210, 38 болады. Қысқартып жіберуге де болады. 2-ке қысқарады. 2-ке қысқартсақ, онда мұна бізде 105 болады, ал 38-де 2-ке бөлсек 19 болады. Бұл бізде екінші күн сатылған көкөністің өнімі тонна. Екінші амал, енді біз осы екеуіне қарағанда кем сатылды дейді. Яғни мен ол үшін 15-тен, бірінші күн 15-тен 2, екінші күн 105-тен 19, осы екеуінен кем болғандықтан бірінші екеуін күндері сатылғаннан кем деп тұр. Екеуін қосып алуым керек. Сонда ортақ бөлім береміз. Ортақ бөлім 105-ке келеді. Мұнда 7-тен берем. Сонда 105, 14 қосу 19 тең 105-тен 33 болады. Бұл жерде 3-ке қысқарт жіберуімізге болады. Сонда 35-тен 11 болады. Бұл бізде бірінші және екінші күндері сатылған. 2 күнде бірге сатылған мәні общий. Енді осыдан дейді. Яғни үшінші амал осыдан кем сатылып отыр 35-тен 4 тонна. Сонда 35-тен 7 болады. 7. Бұл қысқарылады 7-ге. Сонда 5-тен 1 болады. 7-ге бөліп тастағанда. Демек, үшінші күні бұлар 5-тен 1 тонна көкөніс сатқан екен. Жауабы осылай.